Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер. Отырамыз. Ал қымбатты оқушылар, біз бүгін сіздерменен қазақ тілі сабағын бастаймыз. Көңіл-күйіңіз қалай балалар? Күшті. Тамаша, өте жақсы. Біз қандаймыз? Біз мықтымыз. Тағы? Біз еңбекпіз. Тағы? Байрақпыз. Өте жақсы, бәрекелді балалар. Ал сабаққа дайынбыз ғой, Иә. балалар, дәптерімізді ашып бүгінгі күннің жадын жазамыз. Қыркүйектің 19-ы Батыр баба күлтегін және патриоттық рух. Сабақтың мақсатымен таныс болайық. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Сабақ мақсаты түсінікті ме балалар? Иә. Керемет. Ендеше біз сіздерменен мынандай тапсырма орындаймыз. Тақтаға назар аударамыз. Тақтада кімді және нені көріп тұрмыз? Бұдан нені аңғарамыз? Кім жауап береді? Бірінші Мейрамбек қол көтерді. Ал Мейрамбек айта ғой. Күлтегін батыр бабамыздың бейнесі. Өте жақсы, дұрыс па балалар? Иә. Керемет. Ал енді екінші бейнені көріп отырмыз. Кім айтады бұл туралы? Диас қол көтерді, тамаша. Көне түркі жазылған ескерткіш тас. Дұрыс па балалар? Иә. Не екен? Көне түркі жазылған ескерткіш тас. Көне түркі жазылған ескерткіш тас екен. Керемет. Күлтегін жыры туралы мағлұмат алайық. Тақтаға назар аударыңыз. Халықтарының кіндік жұлды аталатын Алтай барша адамзаттың алтын бесігі. Ата-бабаларымыздың кіндік қаны тамған бұл жер түбі бір түркі халықтарының тарихи мәдени мұрасынан сыр шертеді. Көптеген құнды тарихи ескерткіш халықтарының ұзақ ғасырлық мәдени мұрасы дегенде Күлтегін ескерткіші бірінші айтылады. Барша халықтың қалыптасу жолында өзіне тән ерекшеліктері барын ескерсек, Күлтегін ескерткіші түркі халықтарының баға жетпес мәдени байлығы. Аталған ескерткіш туралы алғашқы мәліметтер 19 ғасырдағы батыс зерттеушілердің еңбектерінде жариялана бастаған. Ал балалар, біз Күлтегін жыры туралы жалпы мағлұматпен таныс болдық. Түсіндік пе мағлұматты? Ендеше Күлтегін кім болды? Қазақ халқындағы орны қандай? Ол туралы ары қарай білгіңіз келе ме? Ендеше оқулығымыздағы 21-ші беттегі Күлтегін мәтініменен таныс болайық. Бірінші мәтін. Кім оқиды? Ал Диас оқи қойшы. Бәріміз оқулыққа қараймыз. Күлтегін Құтлық Елтеріс қағанның екінші ұлы, Білге қағанның Магилян туған інісі, шешесі Елбілге Қатун. 7 жасында әкесі Құтлық 680-692 жылы билік құрған, қайтыс болады. Қаған тағына оның інісі Қапаған 692-716 жыл арасында отырады. Күлтегін мен Білге екеуі Қапағанның інісі Бөгені 716 жылы тақтан тайдырып кенің қолында 716-734 жылы өтеді. Балалар, мәтінді оқыдық, тыңдадық. Олай болса, тапсырма орындаймыз. Тапсырма орындауға әзірміз бе? Түсінік картасы бойынша жұптық тапсырманы орындаймыз. Тақтаға назар аударамыз. Кім, қайда, қашан, не істеді? Тыңдаған мәтіндеріңіз бойынша осы түсінік картасын жұппен бірге толықтырып шығамыз. Орындауға сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Енді бағалау критерийі және дескриптірмен танысайық. Бағалау критерийі тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінесіздер. Мәтін мазмұны бойынша кейіпкерлерді анықтайсыздар. Оқиғаның болған орнын анықтайсыздар. Оқиғаның қашан болғанын анықтайсыздар. Кейіпкерлердің іс-әрекетін жазып шығасыз. Бұлардың барлығына біріншісіне 1 ұпай, екіншісіне 1 ұпай, үшіншісіне 1 ұпай, төртіншісіне 2 ұпайдан жалпы 5 ұпай
Ал балалар, сіздерге берген 2 минут аяқталды. 3 қол соғамын, жұмысты тоқтатамыз. Дайынсыз ба тапсырманы? Орындауға. Ал қай жұп маған тапсырманы айтып береді? Бірінші болып, Ұлдана мен Әбілқайырдың жұбы қол көтерді. Ендеше қайсыңыз айтасыз? Ұлдана, тыңдаймыз балалар. Біз Әбілқайыр екеуміз жұптық жұмысты бірігіп орындадық. Бірінші сұрақ кім? Күлтегін Құтлық қағанның екінші ұлы, Білге қағанның туған інісі, қолбасшы Батыр. Ол қайда өмір сүрді? Ежелгі түркі қағанатында өмір сүрген және қашан өмір сүрді? 716-734 жылдары ағасымен бірге ел басқарған. Не істеді? Ағасына ел басқару ісінде қолдап көмектесті. Көптеген соғыстарға қатысып батыр атанған. Өмірінің соңына дейін өз елін жаудан қорғап өтті. Иә, өте жақсы, бәрекелді. Тапсырманы екеуміз жақсы орындаған екен. Сіздерге қызыл жетон алуға ие болдыңдар. Керемет. Ал енді тағы да қай жұп орындайды тапсырмасын? Бірінші қатардан Ділназ қол көтерді. Ділназбен жалғастың жұбы. Ал Біз жалғасқа екеуміз жұптық жұмысты орындадық. Бұл жұмыста тапсырмада біз бөгінін алдық. Бөгіні Күлтегіннің інісі, ол Жемжу аймақтарында туылды. 716 жыл туылды. Не істеді? Тақтан құлады, 47 жасында қайтыс болды. Жаужу мен Жемжу аралығында соғысқа қатысты. Керемет, жақсы жауап екен. Ал енді Ділназ жасыл жетон алуға ие болды. Жалғасқа екеуі. Тағы қай жұп өзінің тапсырмасын оқығысы келіп отыр? Ал үшінші қатарда Жайлы қол көтерді. Қайсыңыз оқисыз? Тыңдаймыз. Біз Жұбаныш екеуміз жұптық тапсырманы бірігіп орындадық. Кім? Күлтегін қайда? Динжу аймақтарында қашан? 1694 жылы не істеді? Соғысқа қатысты. Білгеннің қолына қашан? 716-734 жылдары не істеді? Билік өтеді. Жақсы. Ендеше сіздердің жұбыңызда қызыл жетон алуға ие болды. Керемет, тамаша. Балалар, ары қарай біз екінші тапсырманы орындауға дайынбыз ба? Иә. Олай болса, тақтаға мұқият қараймыз. Екінші тапсырмамыз 3 шеңбер әдісі бойынша мынадай тапсырма орындаймыз. Мәтіннің идеясын анықтайсыздар, негізгі кейіпкерлердің қадір-қасиетін ашатын сөйлемді табасыңдар және осы мәтіннің себебін анықтайсыздар. Бағалау критериймен таныс болыңыздар. Мәтіндегі астарлы ойды анықтайсыздар. Кейіпкерлердің қадір-қасиетін ашатын сөйлемді табасыз, себебін түсіндіресіз, мәтіннің идеясын анықтайсыз. Бұл тапсырма бойынша балалар, сіздер 1-2-2 деген ұпай арқылы жалпы 5 ұпай алуға ерсесіздер. Түсінікті ме? Олай болса, бұл тапсырманы орындауға да сіздерге 3 минут уақыт беремін. Ал бастайық. Түсінбеген сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Бастаймыз ендеше. Балалар, сіздерге берген 3 минут уақыт аяқталды. Жұмысты тоқтатамыз. 1, 2, 3. Ал бұл тапсырманы кім маған айтып береді? Қайсымыз дайынбыз? Иә, өте жақсы, керемет. Балалардың көпшілігі қол көтеріп жатыр. Олай болса, мен жарқынды тыңдағым келіп отыр. Негізі кейіпкердің қадір-қасиетін ашатын сөйлем менің ойымша бұл батыр 47 жасқа жетіп, қаза тапқанда төрткүл дүниеден түгел елшілер келіп, рухына тағзым етіпті. Ал менің ойымша бұның себебі Күлтегін елге атақты батыр. Күлтегін өлді деген бұл елдің өлгенмен тең болды деп ойлаймын. Ал мәтіннің идеясы батыр ел үшін туып, ел үшін өлетінін барлығымызға анық. Міне керемет балалар. Өте тамаша жауап болды. Ендеше мен жарқынға сары жетон беремін. Қол қошемет кім оқиды? Тапсырманы кім оқиды тағы? Олай болса, үшінші топтан
Аружан қол көтерді. Аружан тыңдайық. Негізі кейіпкердің батыр қасиетін ашатын сөйлем. Батыр 47 жасқа келіп, өлгеннен соң оған көп рухына адамдар жиналып тағзым еткен. Бұның себебі өйткені Күлтегін өте атақты батыр болған және де еліне көп қызмет еткізген. Ал идеясы батыр ел үшін туып, ел үшін өледі. Жақсы балалар. Енді Аружан жақсы жауап бердің. Күлтегін батыр өлгенде деп жатыр. Осыны біз сыпайылап қалай жеткіземіз? Қаза тапқанда және өмірден озғанда, өмірден өткенде. Керемет, жақсы балалар. Ендеше мен Аружанға көкжетім беремін. Тамаша, Аружанды да қолдап тағы кім оқиды жауабын? Тағы кім оқиды? Сержанды тыңдағым келіп отыр. Ал Сержан, не айтасың? Негізі кейіпкердің қадір қасиетін ашатын сөйлем. Батыр 47 жасына жетіп, қаза тапқанда төрткүл дүние түгел елшілер келіп, рухына тағзым етіпті. Себебін анықтаңыз. Себебі меніңше ол Күлтегін батыр бүкіл өзінің халқына, жұртына қызмет еткен және де үмітін ақтаған. Мәтіннің идеясы өмірге батыр елім үшін, жерім үшін деп келсе, елім үшін, жерім үшін деп қайтыс болады. Әдемі, тамаша жауап болды. Бәрекелді. Ендеше мен Сержанға сары жетім беремін. Тамаша балалар, бәрекелді. Біз бүгін тыңдаған мәтініміз бойынша осындай 2 тапсырманы орындадық. Ал енді сіздер бүгінгі тапсырма бойынша рефлексия жазасыздар. Тақтаға назар аударамыз. Бүгінгі сабақта мен нені білдім? Бүгін сабақта маған ерекше ұнағаны не? Маған қызықсыз болғаны не нәрсе? Маған қиындық тудырған қандай тапсырма? Апайға қандай ұсыныс айтасыз? Түсінікті ғой, ә? Ал мұны орындауға сізге 2 минут уақыт беремін. Жазамыз. Сіздерге берілген 2 минутымыз аяқталды. Өз рефлексиямызды жазып болдық па? Ал енді біз рефлексиямызды оқимыз. Кім оқиды? Ерасыл бірінші қол көтерді. Мен Ерасылды тыңдағым келіп тұр. Не айта аласың? Бүгінгі сабақта мен Күлтегін батырдың ерліктерін білдім. Бүгінгі сабақта маған ерекше ұнағаны, маған 2 тапсырмада бірдей ұнады. Бүгінгі сабақтың қызықсыз тұстары маған менде болған жоқ. Мәтіннің идеясын табу маған қиындық тудырды. Апайға ұсынысым осындай сабақтар көп болады. Бәрекелді, жақсы. Олай болса идея бойынша екеуміз ары қарай жұмыстанатын боламыз. Тағы кім оқиды, өздері байлансын. Ағыс қол көтеріп отыр екен, Ағыс тыңдайық. Бүгінгі сабақта мен Күлтегін туралы мәліметтерді білдім. Маған түсінік қатты ұнады. Маған барлық сабақ қызық болды. Маған бүгінгі сабақта ешқандай қиындық болған жоқ. 3 шеңбер апайға ұсынысым, 3 шеңбер тапсырмасын көп орындаған бар. Тамаша, бәрекелді. Ал балалар, біз бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін сабақта сіздер өте жақсы белсенді болдыңыздар. Сіздерге менің көңілім толды. Баршаңызға үлкен рахмет айтамын. Әсіресе белсенді болған оқушылар, мынау жетон алған оқушылар,
Сіздер кереметсіздер. Ал енді қалған оқушылар, мен сіздердің дәптеріңізді жинап алып, кім қандай тапсырма орындаған анықтайтын болады. Ендеше өзімізге бұйымысын белгілеп алайық. Күлтегін және патриоттық рух тақырыбында ой толғау жазамыз. Үй жұмысы түсінікті ме? Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.